Сәлеметсіздер ме балалар? Сабағымызды бастайық. 8-ші сынып қазақ тілі сабағы. Бөлім, қоршаған орта және энергия ресурстары. Бүгінгі сабақтың тақырыбы табиғи ресурстар. Сабақтың мақсаты мәтінде көтерілген мәселені талдай отырып негізгі ойды анықтау. Тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану. Мына сызбаға қарай отырып, яғни бүгінгі сабақтың тақырыбын айтып жіберіңіздер. Мәтінмен жұмыс. Бірінші тапсырмадағы мәтінді өзіміз оқып аламыз. Келесі тапсырмалар осы мәтін бойынша беріледі. Біздің сыныбымызда осы 3 топ құрастырылған болатын. Сол топ бойынша жұмыс жүргіземіз. Топ басшылары сабақтың соңында өз топтарыңыздың балаларының қалай жұмыс жасағандығын бағалайсыздар. Бірінші тапсырма. Жаңағы оқылған мәтін бойынша бірінші топ. Мәтінде көтерілген мәселе негізгі ойды анықтайыңдар. Екінші топ. Табиғатты тиімді пайдалану үшін не істеу керек деп ойлайсыздар. Ойларыңызбен бөлісіңіздер. Үшінші топ. Мәтін бойынша берілген сұрақтарға жауап беріңіздер. Тапсырма ауызша орындалады. Сендердің топтарыңа осы дескриптор жіберілді. Дескрипторға сүйене отырып жұмыстарыңызды орындаңыздар. Біз сендермен сөйлем мүшелерін өткен болатынбыз, сол сөйлем мүшелерін қайталап алайық. Жалпы сөйлем құрауға қатысқан толық мағыналы белгілі бір сұраққа жауап беретін және сөйлемдегі басқа сөздермен байланысып тұратын сөздерді біз сөйлем мүшелері дейді екенбіз. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері бір сұраққа жауап беріп, бір ғана сөйлем мүшесінің қызметін атқарып, бір ғана мүшемен байланысатын екі немесе одан да көп мүшелерді біз бірыңғай мүше дейді екенбіз. Ендеше сөйлемнің тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелері бірыңғай мүше бола алады. Төмендегі кестедегі мысалдармен танысып алыңыздар. Келесі тапсырма ауызша орындалады. Берілген сөйлемдерді оқып, сөйлемнің бірыңғай мүшелерін тауып, сұрақтарын қою арқылы қай сөйлем мүшесінің қызметін атқарып тұрғандығын айтыңыздар. Берілген дескрипторға сүйене отырып жауап беріңіздер. Бірыңғай сөйлем мүшелерін тапқан уақытта мына ережеге сүйене отырып дәлелдеп үйреніңдер. Бұл бірыңғай мүше, себебі олардың бәрі бір ғана сұраққа жауап береді. Сөйлемде бір мүшенің ғана қызметін атқарады. Бәрі бір сөз табынан болады екен. Сау болыңдар.